Питерден келген оралман жарыққа шыққан жаңа туынды осылай аталады. Фильмде Алматыға бақыт іздеп келген 3 оралман жігіттің өмірі баяндалады. Арман Дүйсеновті халық әнші, сазгер ретінде жақсы таниды. Енді кино саласына қадам басқан өнерпаз арманға жетудің жолдарын фильм желісі арқылы жеткізді. Өнердегі ұстаздарынан тәлім алды, танымын кеңейтті. Кино продюсерлікке жасаған алғашқы қадамын комедиядан бастады. Бұл кинодан сіздер фантастика таппайсыздар. Себебі бұл кинода махаббат бар, бұл кинода достық бар, бұл кинода күрес бар, бұл кинода әртүрлі қақтығыстар, соқтығыстар бар, жаңағыдай түрлі характердегі кейіпкерлердің арасында. Демек, бұл тікелей өмір туралы кино деп айтсақ жарасады. Өмірдің әртүрлі тұстары. 90 минуттық туынды 40 күнде Алматы аумағында түсірілді. Кино жарты жылдай өңдеуден өтті. Комедияның режиссері Ален Ниязбеков, ол осы уақытқа дейін қазақстандық және шетелдік әртістерге 80-нен астам бейнебаян дайындап үлгерген. Сондықтан музыкалық жанр ол үшін таңсық емес. Десе де, бұл фильм Ниязбековтың дебюті. Эта картина, я так считаю. Өмірде кездескен сынға еңсені түсірмеу керек. Қайта мақсатқа ұмтылуға жет. Кейде барлық әлем саған қарсы шыққан сәттер болады. Мұндай кезде берілмеу керек. Алға жылжыған дұрыс болады. Егер жаныңда достарың немесе өмірлік серігің болса, онда олар сені қолдайды. Бұл фильмнің негізгі мақсаты сол арманға жету. Көптеген эстрада жұлдыздары бой көрсететін бұл фильм астарлы шындығымен әсерлі дейді режиссер. Ал басты рөлдер Дәурен Айдарқұлов, Асан Мәжит, Қуандық Шәкіржанов, Динара Бақтыбаева, Дина Тасболтаеваларға бұйырыпты. Мен ойнаған кейіпкер Қырғызбай ағасы, мен ол табиғатыма жақын болды. Содан кейін жаңағы Оңжан басыма келген рөлде жатырмыз ғой. Енді бір аса осынға дейін мақтанғаным емес, бір рөлдерден қатты қиналған кезім жоқ. Ол енді сценарийін таныс білсе, жаңағы тарихына үңіліп қарап, нетсе, оның ешқандай қиындығы жоқ деймін актерларға. Түрлі өнер иелерінің басын біріктіретін фильмнің негізгі сюжетіне тоқтала кетсек. 3 музыкант ауыл клубына аппаратура алу үшін қалаға келеді. Ауылға тән аңқаулық оларды түрлі қызықтарға ұрындырады. Қиын қыстау сәттерде жаныңа демеу болар бір ғана нәрсе бар. Ол музыка. Қазақ эстрадасының жарық жұлдыздарын көргіңіз келсе, өнер әлемінің қызықтарына қанығамын десеңіз, Питерден келген оралман фильмін тамашалаңыз. Туынды еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетілуде. Камила Маулен, мәдениетке саяхат, Астана.